Менің массажға келу себебімнің ең біріншісі ол өзімнің кезінде бала көтере алмау жолдарынан осы жатыр массажына келген себебім де, осы жатыр массажының жолына қарай кеткен себебім де осы болатын. Бірінші балам менің 12 аптасында жүрегі тоқтап қалған болатын. Одан кейін докторлардың айтуы бойынша әзірге сізге бала көтеруге болмайды деген, бірақ күтініп жүрген уақыт аралығында 2 айдан кейін бала көтеріп болғанмын. Сондықтан 2 айдан кейін ол балам тағы да 8 аптасында түсіп қалған. Одан кейін сізге врачтардың айту бойынша маған енді сізге 1 жылға дейін бала көтеруге болмайды, қатты сақтанып жүресіз дегендіктен, мен сақтану жолында жүргендіктен бала көтере алмай, дәріні тоқтатқаннан кейін де бала көтере алмай қалдым. Сондықтан осы жатыр массажына бір кісілердің айтуы бойынша осы Астана қаласында мықты жатыр массажысы бар дегеннен кейін мен сол кісіге барып тұрып, арнайы 10 күн жатыр массажын алып, ол кезде бірақ сүлік салу болмаған, бірақ тура